Бишкек шаарына кош келипсиздер. Бүгін сыйлық алып жатқандарды құттықтаймын. Қырғыз елі өне берсін, өсе берсін. Көп еңбек етіп жатырсыз, арнайы Қонаев атамыздың ордені. Ортаға біз енді Нұржан Тентемишева ханымызды шақырғымыз келді. Ал Нұржан, сіз еңбегіңізді көріп жатырмыз, естіп жатырмыз, өзіңізді көргеніңізге қуаныштымыз. Көп еңбек етіп жатырсыз, көп өте көп еңбегіңіз. Соны жігіттер бізде айтты, сізді мақтап. Соған мен арнайы Қонаев атамыздың орденін алып келдім. Рахмат. Осы кісінің жолын берсін, еңбегін берсін. Сіздің де жолыңыз болсын. Өсіңіз, өніңіз қырғыз халқына қызмет ете беріңіз айналайын. Жас екенсіз. Бүгін сыйлық алып жатқандарды құттықтаймын. Өзім татықтымын, татық емес білбеймін. Нұрғазы ағайылы шындай сумышқылды болуш керек. Арасынан ең татықтысы бұл Нұржан эже. Қырғыздың қыздарынан ішкерлікте 6 жылдан бері бізде Чыныбай Тұрсынбеков атындағы ақындардың фестивалі болады. Былтыр ел аралық болған, түрк дүйнөсү келген. Быйыл дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келет. Ошол дүйнөлүк поэзия фестивалі ошол Чыныбай Тұрсынбеков фондусунун колдоосу менен Кыргызстанда өтөт. Мүмкүн болсо катышасыздар. Қырғыз қазақ елінің ынтымағы әр уақытта жойылмасын.